Өмір туралы нақыл сөздер. Адам деген әлемнің анық бағы, түсінер мұны олардың данышпаны. Әділетті болу үшін алдымен мейірбан болу керек. Бәрін түсіндіруге болады, бірақ бәріне емес. Уайым ертеңгі мәселені шешпейді, тек бүгінгі мазаны алады. Маған адамның кедейлігі емес, оның ойы мен жанының кедейлігі қынжылтады. Әрекет етпей, арманға жетуді ойлау, егін екпей, оны жинаумен тең. Жұрттың бәріне бірдей дос боламын дегендер ешкімге де дос бола алмайды. Адамның санасы қаншалықты төмен болса, ол мұрнын соншалықты аспанға шүйірейді. Өмір сүрудің екі заңын білген адам бақытты болар. Бірі не болса соны жей бермей, азығына талғаммен қарайтын жан. Бірі кім болса сонымен дос болмай, айналасындағы достарын жөнімен таңдай білетін адам. Бөтенге шексіз сеніп қалудан сақтан. Дос деп құрмет тұтып жүрген адамның өзі сені сатып кетуі мүмкін. Өмірде дана секілді сүрген келсе, екі басты қағиданы жаттап ал. Әр нәрсені жегенше аш қалған дұрыс, әркіммен өмір сүргенше жалғыз болған дұрыс.